Қайырлы күн достар, баршаларыңызға. Бұл видео қате төленген пенсионный взностарыңызды возврат істеп, ақшаларыңызды қайтарып алатын видео YouGov арқылы. Және бұл сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ең алдымен осылай YouGovқа кіріп аласыздар ецбі ключтарыңызбен, және бұл жерде әлеуметтік қамтамасыз ету деген батырманы басатын боламыз. Сіздердің пенсионный взностарыңызға осылай артық төлем кетсе, осылай YouGov арқылы қайтарып алсаңыздар болады. Міне осы базаға кірген кезде бірінші тұрған зейнетақы қамтамасыз ету деген қате аударылған міндетті зейнетақы жарналарының және өсімпұлдарының сомасын қайтару дегенді басасыздар. Онлайн сұрауды таңдаймыз. Бізде 4 қадам шығады. Ең бірінші қадамда біз полный данныйларымызды толтырып алатын боламыз. Телефон номерімізді, email почтамыз және пенсионкамыз қай ауданға түскен, сол ауданның райондарының барлығын белгілейтін боламыз. Міне бірінші бетте сіздерде ЖСМ номерлеріңіз шығып тұрады. Екіншісінде сіздер байланыс номерлеріңізді міндетті түрде жазу керек боласыздар. Және почталарыңызды жазыңыздар. Аймақ немесе қаланы таңдау деген жерде жаңағы пенсионкаларыңыз қай ауданға түсті, сол ауданды белгілейсіздер. Әрі қарай сіздер жаңағыдай пенсионка төлеген чектеріңізді шығарып дайындап отырасыздар. Бізде чектегі данныйларымыз керек болады. Оны міндетті түрде дайындап қоюымыз керек. Енді бізде қай банкпен төлем жасалды, соны жазатын боламыз. Мына жерге, міне банк жұмыс беруші деген жерге, ауданды таңдап болған соң банк деген жерге жазатын боламыз. Осылай. Әрі қарай жұмыс беруші банктың ЖСК-сы счеты бізге счет сұрап тұр. Оны біз жаңағыдай төлеген чегімізден алатын боламыз. KZ деп басталатын номерден алатын боламыз. Сол номерді копировать етіп, мына жаққа вставить ете саламыз. Міндетті түрде қатесіз жазыңыздар. Одан кейін төлем құжатының номері дегенді, оны да жаңағыдай чектен аласыздар. Чекте номер жазылу тұр, міне. Соны жазатын боласыздар. Бұны да копировать етіп аласыздар. Одан кейін төлем құжатының күні деген жерге сіздер қай кезде төлем жасадыңыздар, сол күннің несін жазатыздар, мына жаққа датасын жазатын боласыздар. Келесі төлем құжатының референс номерін жазасыздар. Егерде сіздерде чектеріңізде референс номерлеріңіз жоқ болса, Каспий банкке звондасаңыздар, операторларына маған референс номері керек десеңіздер, олар сіздерге референс номерін шығарып беретін болады. Әрі қарай тексеру дегенді басасыздар. Бізде бұл жерде екінші қадамда сіздердің төлеген суммаларыңызды шығарып тұрады. Сол жерде таңдау дегенді басасыздар да, және астында қайтарылатын сумма деген жерге қанша ақша қайтарылып жатыр, сіздер соны жазатын боласыздар. Қанша теңге қайтарып аласыздар. Артық кетсе, соны жазып аласыздар. Одан кейін причинасын жасасыздар, қайтару себебін жазасыздар. Одан кейін келесі жіберу деп ЭЦП ключтарыңызбен қол қойып тексеріске жібересіздер. Міне мәртебені жаңарту деген соң құптау деген немесе бас тарту деген тұрады. Сіздер құптау дегенді таңдау керексіздер. Міне құптау дегенді таңдап болған соң ЭЦП ключпен тағы да қол қойып жібересіздер. Міне осылай сіздер өздеріңіз YouGov арқылы пенсионкаларыңызды қайтарып алсаңыздар болады. Қате кетілген, немесе артық кеткен суммаларыңыз болса, осылай қайтарып аласыздар. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Мені қолдап кетіңіздер. Алда көптеген сіздерге пайдалы видеолар салатын боламын. Міне 4-ші қадамда сіздерге заявка кетті деліп тұр. Енді 12 күн жұмыс күнінде жауап қайтарылады сіздерге. Қазір 3 күн жұмыс күнінде қайтарылып жатыр қайтаратын суммаларыңыз.